Жаздың кешкі самалы, саф ауасы тынысыңды ашып, жаныңа рахат сыйлайды. Өрістен маңырап ауылдың қойлары келеді. Желсіз тұрған ауылды шаңға орап, жамырап жатыр. Осы көріністі шарбақтың ішінде жатып, көз алдыма елестетіп, қою, қызара күйіп піскен бауырсақтың түсіндей күнді ұясына батыра алмай күтіп жатырмын. Кеше апамдар қалаға құдалыққа барып қайтты. Ал құдалықтан шапан, орамал киілер киілместен сан түрлі киімдер мен пакет тойдан қалған тамақтардың, сарқыттың тау болып үйіліп келетіні бар. Тамақ пен киім былай тұрғанда кілем де келеді. Сол кілемге көкемнің кенже баласы алма шырынын төгіп алған. Ал әжем: «Ей сұмырай, кет былай. Құрғыр ғана құрттың бәрін. Иттің баласы, бала емес бәле тіпті» деп әжем өз жұмысын тарс-тұрс әрі қарай жалғастырды. Ойланып көрейікші. Жаратушының жаратылысын жануарға теңейтіндей не күн туды? Әкесін итке, өзін иттің баласына теңеп, жан баласының намысына тие ме? Себебі оның әкесі ит емес. Кешіріңіздер, адамзат баласы. Менің әкем ит емес. Видео ұнаса, лайк басып, пікір жазып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.